Қайырлы кеш. Бүгін бізде 8-ші сабақ. Осы мамыр курсының соңғы сабағы. Енді бізде үй тапсырмасы бойынша 6-7 сабақтар екеуіне цикл еді. 6-шы сабақтың тапсырмасы ол for цикліне арналған болса, 7-ші сабақтың тапсырмасы ол while цикліне арналған. Бірақ екеуінің тапсырмалары бірдей. Негізгі мақсат екеуінде for-да жазылған цикл негізі while-да да жазыла алады. Бірақ сәл күрделі де болуы мүмкін, бірақ екеуіне де жаза алсаңыздар өте жақсы. Енді мен екеуін бірден параллельно отырып көрсетпекшімін. Біріншісі, мысалы, бізде мынау тапсырма бірден n-ге дейінгі сандардың қосындысын шығар дейді. Яғни біз алдын ала бір n деген санды береміз. Ол n деген кез келген бір сан болуы мүмкін. Мысалы, n деген ол біз консольдан бере берейік, input, және осы жерден енді ең оңайы for циклмен осы сандардың қосындысын табу керек. Яғни мен алғашқы мәнді s нөлевой деймін, өйткені бұл s нөлевой деген сөз менде бір жерге сақтап отыру үшін, яғни біздің қосындылардың мәндерін сақтап отыру үшін. In range. Мен алдында айтып өттім, range деген аралық шегі. Енді бізде бірден бастап n-ге дейін. Енді осы жерде мен осылай жаздық деген жаза берейік, мен қазір қателіктерін кейін көрсетіп отырмын. Одан кейін s-тің мәнін s қосылған i деп жазу керек, себебі біз әрдайым өзіміздің сақталатын қосындының мәнін өзгертіп жаңада бір мәнге қосып отыру керек. Сөйтіп соңында міндетті түрде print деген for-мен бірдей болу керек. Бірдей болу керек, себебі егер мынаның ішіне кіріп кетсе, мысалы осылай кіріп кететіндей жағдай болатын болса, сақтай қойайық. Егер мысалы осылай жазатын болсаңыздар, онда егер мен 10 деген санды алатын болсам, былай бәрін жазып шығады да, бізге соңында 45, яғни әрбір қосындының мәнін өзгертіліп жатқан қосындының мәнін шығарады. Бірақ бізге негізгі мақсат соңғы есебіндегісін шығару керек. Мақұл, бірінші қате ол былай түзілеміз, себебі бізде мынау бәрін циклдың ішіне принттің қоюдың қажеттілігі жоқ, себебі бұл автомат түрде қосылып отыру керек. Біз осының шыққан, яғни мынау цикл біткеннен кейінгі мәнді шығару керек. Енді мысалы 10 деген мәнді беретін болсам, менде 45 деген сан шығады. Себебі мына жерде қарап отырсаңыздар, ол 45, ал бізде шын мәнінде 55 деген шығару керек. Яғни бірден бастап 10-ды қоса кіргізу керек. Егер мына жерге 45-ке 10-ды қосатын болсақ, онда бізге осы 55-тің мәні өзі шығады. Сонда осы жерде жай ғана бір циклдың айырмашылығы нерге қосу бір. Әйтпесе жақша деген мен алдында айтып өткенімде, егер шексіздіктері болады, мысалы кесіндінің бойында алатын болсақ, 0-ден 10-ға дейін қосалғанға дейінгі деген нәрсе. Сонда 10-мен былай жазды деген сөз осылай жазу керек. Яғни мынау деген сөз, математикалық тілде, математика жолымен тік жақша деген сөз осы аралық ішіне кіреді деген сөз ғой. Ал range негізі шын мәнінде ол былай жұмыс істейді. Яғни бірден бастап 10-ға дейін дегенге. Сол үшін біз 10-ды да кіргізу керекпіз. Жай ғана бір айырмашылық n+1. Енді бұл for циклмен еді. Нәтиже for циклмендағысы, мысалы 10-ды беретін болсам, яғни 55 шықты. Міне бірінші тестімізден аман-есен өтті. Енді екінші тестіміз, мысалы 34 деген мәнді беретін болсам, бізге 595 тура нәтиже. Яғни бізде бір кодымыз, осы бір кодымыз екі тесттен де дұрыс өтті. Үшіншісі ол 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 деген мәндер беретін болсам, онда біздегі мына мәнмен мына бер. Принципе, бұл код, егер осы 3 тесттен өтсе, онда сіздің кодыңыз дұрыс. Яғни бұл for циклмен жазылған кезде. Енді while циклмен айырмашылығын қараңыз. While циклмен, мен for циклында қойып алайын да. While цикл дәл осылай басталады. N тең, яғни бізде алғашқы мән input. Енді бұл жерде while'дан бастайық. While, егер қарап отырсаңыздар, біз мынаны өспелі түрінде жазсақ ыңғайлы. Бірақ while кезде сіздерге ыңғайлы көбіне кем өретімен жазсаңыздар. Әрине сіздер егер не жерге бүйтіп қойсаңыздар болады. Алғашқы мәнін i тең 0 деп алып, тура мына жердегі i тең 1, яғни i-іміз тең n болғанша, яғни тең болғанша жұмыс істе дейміз де, i плюс тең 1, бірақ мына жерге s деген алғашқы мәнін міндетті түрде қою керекпіз. S
тең s қосылған i. Сол кезде соңында print i деп шығарамыз. Бұл дәл мына жолы ол мына for циклы сияқты жұмыс істеп жатыр. Себебі менің алғашқы мәнім бірден бастайды да, мына жерге сөйтеді да, оны әрдайым инкрементиге, яғни бірге арттырып отырады. Сонда қарап отырсаңыздар, егер мен дәл осы мысалды беретін болсам, 10-ды беретін болсам, 10 болып қалды. Себебі s тең s-ке қосылып, i емес, s-ті шығару керекпіз ғой. Соңғы нәтижеміз сумманы шығару керек. 10-ды берсе 45, яғни 10 кірмей қалды. Сол үшін мына жерде бізге мына жерде яки сіздер айдың мәні үлкен болғанша жұмыс істе деп осылай істесеңіздер болады, ай арттырғанша. Ай 0 болып қалды, точнее. Тең емес 0 қосу 1 дейікші. Сол кезде, осылай кезде, яғни мынау тура осы не жердегі аралықпен жұмыс істейді, range деген сөз. Сол кезде 10-ды беретін болсақ 55. Дәл қалған мысалдарды айтатын болсақ, не жердегі мысалы мен 1, 2, 3, 4-ті беретін болсам, онда мынандай сан. В принципе, бұл while былай жұмыс істеуге болады. Бірақ while'ды көбіне кеңес берілетін, жалпы мен өзім кеңес беретін, ол егер сіздер керісінше жүретін болсаңыздар. Мысал айтайық. Мен мына жерде мынау шегімді i тең 1 бола берсін, болғанда, в принципе, былай істесем болады. Мен n-нің мәнін мына жерінде счетчик керек бізге. Алғашқы i-дың мәнін яғни мен мынаны n-нің мәнін 0-ден үлкен болғанша жұмыс істеймін деймін да, яғни 0-ден кішірейгенше немесе 0-ге тең болғанша жұмыс істеймін деген. Сол кезде мына жерге қосу n деймін де, сөйтіп әрдайым n-нің мәнін 1-ге азайтып отырамын, яғни n-1 деген сөз. Немесе мынау деген сөз екеуінде қасына жазып қоя салайын, екеуінің айырмашылығы жоқ. Егер s плюс тең n деп жазсаңыздар, n-нің мәні сол секілді мына жерге n минус тең 1 деп алсаңыздар да болады. Сонда мынау жерге тіпті i-дың өзі де керек емес. Қараңыздар. Сол секілді 10-ды беретін болсам, 55-ті берді. Және негізгі айырмашылық мына жерде мен тек қана s және n мен ғана қолдандым. Ал мына жерде i дегенде болып отырды. Тіпті мына жерге өйткені мына -1 деген сөз мен автомат түрде 1-ге азайтып отырам деген сөз. Сонда логика қалай жүреді? Мынау орындалады, яғни n 0-ден үлкен болып жатқанға дейін орындала береді. Егер 0-ге тең болса, тоқтап қалады деген сөз да. Сөйтеді, s деген мәні бізде алғашқысы 0, сөйтеді ең алғашқы бізде мына жерде 0 еді. Қосылған n, яғни n-нің өзін қосты. N-нің өзін қосты да, s-тің мәні, мысалы 10 болатын болса, n-нің 10 деген болатын болса, онда s-тің алғашқы мәні 10 деп өзгерді. Кейін n-нің өзі 1-ге кеміді, -1 деп. Немесе былай жазсаңыздар. Сөйтеді да, екінші астында ешқандай нәрсе жоқ, екінші итерация жүреді. Екінші итерация деген сөз, яғни мына біткеннен кейін цикл қайталап тексереді. n-нің мәні 0-ден үлкен ба? Я, үлкен. Онда бұл true болғандықтан ары қарай жұмыс істейді. Мына while-да мына жерде әрдайым мынау шарт true, яғни шынайы болғанша жұмыс істейді. Егер де мысалы айтайық, мына жерге жай ғана true дейтін болып қойсаңыздар, true деп қоятын болсаңыздар, онда шексіздікке кетіп қалады. Өйткені 0, 0, 0 минуспен кете береді, кейін азайып кетеді. Сол үшін егер осындай сияқты істейтін болсаңыздар, енді n теңден 0 болса, онда break деп жаса дейміз да. Сол кезде breaks емес, break. If тең 0 болатын болса, 10-ды беретін болсақ, 55. Әйтпесе, мына жерде шексіздікке кетіп қалады. Мына жерге шексіздік кетіп, өйткені while true әрдайым true орындала береді. Сол үшін осы жерге бір ғана шарт, яғни шегі қойылатын шарт 0-ден үлкен болғанша, немесе 0-ге тең болғанша деген сияқты. 0-ге тең болғанша деген сөз, 0-ге тең емес болғанша деген сөз былай. 10-ды берсек, мені қайталап 55. Мен яки осылай немесе 0-ден үлкен. Мен негізі сіздерге кеңесім, егер мүмкін болса 0-ден үлкен болғанша деп шығарсаңыздар болады. Осы бойынша сұрақ бар ма? Бірінші тапсырмадағы for циклімен және while циклімен екеуімен жұмыс істелуінде. For ыңғайлы while'дан. Я, негізі енді сіздер енді әрине өздеріңіз for өйткені ыңғайлы, не жерге қосымша I деген және мына шексіздікке кетіп қалады деген нәрсе жоқ та for-да ол жағы. Мынау while-да тек қана бір ғана жақтың шегін қойсаңыздар болды, сонымен шығарылады. Жалпы осы. Енді екінші тапсырманы көрсетейін.
екінші, бұл енді бірінші тапсырма еді, екінші тапсырмамыз. Екінші тапсырма дәл осы секілді, бірақ бізде бірден басталмайды да, бізде кез келген сан аралығынан басталады, яғни А-дан Б-ға дейін деген сөз. Бұл жерде бізде егер тура осы мысалды мен өзгертетін болсам, осы бір мысалмен жұмыс істей берейін енді. Егер осындай секілді болатын болса, онда мына жерде біз екі түрлі мән береміз бір жолда. Бір жолда берілді деген сөз, біз әрине n input былай істейтін болсақ, ол тек қана алғашқы біреуін ғана келтіреді. Сол үшін біз map функциясымен бір жолдағы map функциясы арқылы пробелмен бөліп отырамыз. Яғни сплитті қолданамыз, кейін оны автомат түрде integer типіне айналдырамыз. Себебі бізде екі түрлі мән бар. Мысалы A және B деген мәндер бар. Және осы жерде map integer input split. Енді бұл жерде мен автомат жазылып кетіп жатыр. Бірақ бұны түсіндіретін болсам, мынау алдымен input-тың өзін енгізеді. Жалпы ішкі жақшалар бірінші орындалады, мына input орындалады бірінші, енгізіледі. Сөйтеді де мынау split арқылы, яғни пробелмен бөліп отырады. Бірінші мына жерге бөлінеді, яғни екі түрлі мән split болды деген сөз, онда string жолымен бөлінді. Сөйтеді де мына map функциясының бір жақ шері бірден конвертация жасайды. Яғни мына жердегі типін, біздегі бөлінген типті интеджерге бірден айналдырады. Өйткені бізге интеджермен айналдыру керек, себебі мына жерде жұмыс істеу керек. А мен B-ның арасындағы және S дәл осыны жұмыс істеу керек. Енді мен мына жерге функция ненің мәндерін былай жазайын. Сол кезде мысалы бірінші мысал, мына жерде бір нәрсе қайталайды. Енді бұл жерде мысалы мен мынандай мәндер бергем, екі түрлі мән берем, 1 және 10. Және осы сан аралығында біз білеміз, 1 мен 10-ның арасында қосындысы ол 55-ті береді. Міне 55. Бірінші тестіміз вроде дұрыс болып тұр. Мына жерге тест 2 деп қойып, тест 1 ғой, негізі. Екінші тестіміз қарайық. Енді мен кез келген сан 12 мен 45-ті берем. Қарап отырғаныңыздай, мына жерде мына кодпен, яғни бұл да дұрыс болды. Бұл деген сөз А деген кішісі, Б деген үлкені. Енді сол секілді 100 мен 100-ның арасындағысын аралықты көрсетейін. Мына жерде 100 бен аралық деген сөз, егер де мен екі түрлі, яғни 100 және 100-ді беретін болсам, міне 100-дің өзі шығып тұр. Бұл деген сөз не деген сөз? 100 деген нәрсе бізде мынау алғашқысымен және соңғы 100-дің арасы, яғни ол 100-дің өзі. Сол үшін бізде міне мынау 100-дің өзін орындалып отыр. Енді дәл осы жолмен, яғни while-ға қалай жұмыс істелінеді? While, яғни мен бүйтіп жауып қойайын да. While кезде дәл осылай басталады, яғни мынау A, B дегенмен тура осылай қалдырайын. A, B осылай қалдырайын. A, B. Бірақ мына жерде біз не істейміз? Бұл жерде енді логикалы түрде ойлайтын болсақ, бізде A деген мәніміз кіші болатын болса, B деген үлкен мән болатын болса, онда A мен B екеуі тең болғанша жұмыс істей керек. Яғни A тең B болғанша жұмыс істеу керек. Бұл деген сөз, тіпті не жерге B плюс 1 негіз осылай істейтін болса, менде соңғы мән қалып кетеді, бірақ осылай көрсетейін. Енді мынау бізге ыңғайлы қылу үшін A плюс, яғни не жерге S деген мәнімізге, S деген бізде 0, қосу тең бізге A-ның мәні. Сөйтемізде A-ның мәнін әрдайым 1-ге арттырып отырамыз. Енді біз 1 мен 10-ды алып көрейік, біз білеміз, 1 мен 10-ның арасында қосындысы ол 55 кетеді. Мына жағдайда негізі бізге 45-ті беріп жатыр. Сол үшін мен мүмкіндігінше мен былай істейтін болсам, яғни осы A B-дан үлкен болғанша деген аралықты айтатын болсам, онда мысалы айтайық. Бізде мына 1 мен 10 болады да, 1 мен 10 сөйтеді да былай келеді, 10 мен 10 тең болса да жұмыс істеліп кетеді да, тек қана 11-ші болып кететін болса, тоқтап қалады. Яғни 11 болса, false болады да, мына шарт орындалмай, мына жақ тоқтап қалады. Сонда міне 1 мен 10-ның арасында ол 1 мен 10-ның арасындағы міне 0. Түсіндім. Керісінше, мына былай қойып, осылай болғанша жұмыс істелінеді. 45, бірақ біздің жағдайда мына жерге қосу 1 деп алу керек бәрібір. Себебі қосу 1 деген нәрсеміз, мына жерде қосу 1 деген сөз, бізде сол B-ның өзін де қоса алу керек деген сөз. Яғни 1 мен 10-ның арасындағы мәндерді қоса алған кезде. Міне 55 болады.
Сол секілді мына келесі тестіде қарайық, 12 және 45. Міне 696 болды. Сол секілді 100 бен 100-ді беретін болсақ, 100 бен 100-дің арасын беретін болсақ, онда 100-дің өзі. Бұл бізде екінші тапсырма еді. Бұл бойынша сіздерде сұрақтар бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Не үшін b плюс 1 деп жатқан түсінікті шығар, мына жерде де, мына жерде де. Бұл бойынша егер леп белгісі деген қандай белгі тағай? Леп белгісі деген сөз тең емес деген сөз. Негізі осылай өш жерде де тең емес деп жазсақ та болады, былай өш жерге де. Ол оның өзінде де орындала береді. Яғни мынау мәнінде 1 мен 10-ның арасында ол 55-ті береді. Яғни тең емес болып қалған жағдайға дейін орындала береді. Егер тең болса тоқтап қалады. Қай кезде тең емес болып қалады, сол кезге дейін. Тең емес болған жағдайдағысы. Мына while'дан кейінгі шарт міндетті түрде true болу керек. Яғни шынайы болған кезде ғана while орындала береді. Егер де бірден false болып қалатын болса, онда тоқтап қалады. Түсінікті ма? Иә. Егер де мысалы else деген нәрсені де жұмыстегілеріңіз келсе, мысалы else деген нәрсе бар ғой, осы егер естеріңізде бар болса, басқаруды, яғни циклдік басқару операторлары деген бар. Continue бар, мен алдыңғы сабақта көрсеткен continue, break және else деген осы үшеуі жүреді. Мысалы айтайық, егер сіздер осылай істейтін болсаңыздар, b плюс тең, одан кейін барып, осы шарт біткеннен кейін, яғни false болғаннан кейін, мына жерде else деп тағы да бір мәнді қойсаңыздар болады, яғни s қосылған тең b деген секілді қылып. Бұл жерде де тура осы нәтижені береді. 55 не үшін? Себебі, егер мен әрбір шартты, әрбір қадамды жұмыс істеп көрсететін болсам, әрбір қадам, не жерге қадамды жұмыс істеп көрсететін болсам, ең алғашқы S-тен бастайды. S-тің мәні және A-ның мәні. Енді қазір екі түрлі қадамнан бастайды. Осы 1 мен 10-ды көрсетейін. Қарап, мына 0 деген нәрсе бізде S-тің мәні, ал 1 деген ол біздегі мынау алғашқы мәні, яғни алғашқы мәні мынау A-ның 1-і, және соны әрдайым 1-ге арттырып жатқан кездегісі. Яғни былайша айтқан кезде 0-ге 1-ді қосамыз, сөйтеді 1 не жерге 2. Енді қараңыздар. Мына жердегі тапсырмалар бәрі print мына жерде орындалды да, соңғы операторын қарайтын болсаңыздар, 36 және 9 осы екеуін қосады мына жерге. Міне 36 мен 9-ды шығарды. Сөйтті де 9-ды S-ке қосты, сөйтті де A-ның мәнін 1-ге арттырды. Сөйтіп мына жерге келесі қадам циклге қарайтын болса, бізде A-ның мәні мынамен тең емес болып қалды, яғни асып кетті. Сөйтті де бұл тоқтап қалды да, мына осыдан кейінгі шарт, егер else болса, else-ті орындап берді. Әрине, былай жол енді сәл түсініксіздеу және ыңғайсыз болып қалуы мүмкін. Сол үшін қосу 1 деп ала берсеңіздер болады. Мен жай ғана else деген нәрседе бар екендігін көрсеткім келіп жатыр. Қай кезде қолдануға болады екен? Иә. Else-тің негізгі қызметі мынау шарттардың барлығы орындалып бітіп, яғни мынау шектен шарт орындалып, true болып кейін false болып қалған жағдайда әйтпесе деген орындалады ғой. If деген сияқты, if мынау орындалады, әйтпесе мынау деген сияқты. Сол секілді while дегенде де барлығы шарттар орындалады, true болғанша кейін false болып қалса, әйтпесе орындалып кетеді деген сөз. Міне осылай, жалпы осы бойынша түсіндіргім келді. Енді бұл бізде екінші тапсырма еді. Екінші тапсырманың сұрағы еді. Бұл бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Енді үшінші тапсырманы көрсетейін. Үшінші тапсырма енді сәл де болса бір тағы да if қосылады арасында. Бізде міне AB деген сандар аралығы берілген. AB, A-ның мәні әрдайым кіші, B-ның үлкен. Осы аралықта 3-ке еселі сандарды жазып шық. Бұл не дегеніміз? Мысалы, 1 және 10 деген санымыз бар. Бізге енді алдындағыдай суммасы емес, тек қана осы сандардың өзін шығару керек. Қарап отырсаңыздар, 3-ке еселі деген сөз, 3 деген, 3-ке бөлетін сандар деген сөз, 3-ке бөлетін сандарды жазып шық. 3, 6, 9 және бір жолда шығу керек дейді. Бұл есеп бойынша бір жолда шығу керек. Бұны біз қалай шығарамыз? Осы жерде мен тұр осы мысалмен көрсете берейін.
міне қарап отырғаныңызда бірінші мына мен for циклмен жұмыс істеймін. For циклмен жұмыс істеу үшін маған не керек? Бізге А және Б керек, яғни А деген Б. Тура осы шарт мына жерге дейін ештеңкені өзгертудің қажеті жоқ. Міне қарап отырсаңыздар, А, Б-ның мәндері беріледі. Мына принципе бізге суммасын шығар деген айтпаған, сол үшін S те керек емес. Енді айтады, бізге осы аралықта дейді, яғни 1 мен 10-ның арасындағы 3-ке еселі. 3-ке еселі деген сөз 3-ке бөлінетін сандар. 3-ке бөлінетін сандар деген сөз, егер де оны бөлетін болсақ, қалдығы 0 болу керек деген сөз. Ал қалдықты біз қалдыққа бөлу дегенде біз процент немесе мод деп айтады, немесе жалпы процентпен шығарады, проценті деген сөз. Ол дегеннің сөз, яғни if дегеніміз, I дегеніміз, осы аралықтағы, яғни I процент 3 тең 0 болса деген сөз. Бұл бізге нені нәрсені береді деген сөз. Бұл деген сөз бізге осы сан аралықтағы әр қадам бойынша I-ды 3-ке бөлінетін санды шығару керек деген сөз. 3-ке бөлінетін санды шығару керек деген сөз. Сонда if осындай болса, онда бізге print I-ды шығару керек. Әрине, бұлай шығаратын болсам, қазір мен астыға қарай кетеді, көрсете салайын. Мысалы, мен 1 және 10-ды беретін болсам, менде 3, 6, 9 деп астына кетті. Маған бір жолға шығару керек. Бір жолға шығару үшін, онда бізге end деген функция бар, ол тек қана printке қатысты. Егер де мына жерге ештеңке жазбасаңыздар, яғни екі тырнақшаның арасында бос ештеңке қалдырмасаңыздар, жабыстырып қойсаңыздар, арасында ештеңке қалмаса, онда сізде тура осындай сияқты 3, 6, 9 бәрі бір-бірінің артына жабысып тұрады. 3, 6, 9 деп. Бізге арасын ашу үшін, егер мысалы қосу қылып ашатын болсаңыздар, онда сөйтетін болсаңыздар, арасын қосу қылып ашады. Бірақ біздің жағдайда жай ғана бос орын қалдыру керек. Сол кезде бізге мына 1 мен 10 арасында 3, 6, 9 деген дәл біздің мысалымыздағыдай шықты міне. Көріп отырсаңыздар, міне былай шықты. Немесе тағы да енді келесі екінші тестті де көрсете салайын. 0 және 2-ні қоямын. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде 0-дің өзі шықты. Себебі 0-дің өзі, яғни қалдығы бойынша 3-ке бөлген кезде, ол бәрібір 0-дің өзі ғой, сол үшін 0 шығады бұл жерде. Енді мына 10, 21-ді қарап көрейік келесі тестімізде. 10 және 21. Қарап отырсаңыздар, міне 12, мынау 3-ке еселі 10 болмайды, 11 болмайды. Сөйтеді де 1-ден не жерде 12-ден бастап кете береді, 21-ден тоқтайды. Яғни 21 өзі де бөлінеді деген сөз. Сол секілді бізде 4-ші тестімізде көрсете алайын. 10 және 33. Қарап отырсаңыздар, айбай 10, 33, 30, 33. Негізі бір код дұрыс орындалса, онда принципе ол басқа кодтарда дұрыс орындалу керек. Яғни ол өзі шықты. Бұл бізде for циклы бойынша. Енді мен алдымен сұрап алайын. For циклы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? For циклға бойынша. Принципе, түсінікті шығар енді мынау, өйткені I деген нәрсеміз әрбір қадамдары. Енді while цикл бойынша көрсетейін мына жерде. While циклда дәл осылай жұмыс істелінеді. Мынаны бүйтіп жаба салайын да, мына жерге ашайын. Бас жағы мынау болады, бізге мынау керек емес. Енді мына жерге дейін бәрін өшіре алайын. Мына жерге сіздерге түсінікті болу үшін мен мына жерді өшірден бастап жазайын. А, Б-ның беріледі. Енді бүйтеміз. Бізге if дейді. А-ны бөлеміз 3-ке, А-ны бөлген 3-ке тең 0 болса, print дәл осындай сияқты бірінші мен А-ның өзін шығарайын. Бірақ міндетті түрде шексіздікке кетіп қалмас үшін мен А-ның мәнін арттырып отырайын. Қосу 1-ге. Қосу 1 тең 1-ге. Яғни әрбір сайын арттырып отырайын. Сонда, егер де мен 1 мен 10-ды алатын болсам, бізде 3, 6, 9 деп астына қарай принтпен кетті. Сол үшін мына жердегідей дәл осындай мысалмен print I дегенде мына жерге былай жазу керек болып қалады. Енді сызықша бұл не деген сөз? Бір жолға кете береді деген сөз ғой. Әрбір жолдың соңында бос орынмен қалдырып кете береді деген сөз. Бір жолға жазылады деген сөз. Сонда осы мысалды қарайтын болсам, ойбай, не жерге іспеп кетті. 1 мен 10-ны арайтын болсам, 3, 6, 9. Енді қарап отырсаңыздар, не жерде
енді мына екінші мысал болсын, басқа мысалы, в принципе бұл код барлығына дұрыс орындала береді. Мысалы мен айтайын, 10 мен 21-ді беретін болсам, онда 12, 15, 18 болып қалды. Бірақ бұл жерде соңғы мән шықпай қалды, себебі мен жерде қосу 1 дегенді жазбаппын. Осылай жазайын, сол кезде дұрыс болады. Міне осылай, сол кезде дұрыс болды. Қосу 1 өзінде алып өтеді. Кейде мынандай болады. Мысалы, бізде егер осының аралығында 1 болатын болса, біз бұл енді бірінші жолы бойынша мен көрсете салайын, осылай. Қазір келем тағы да осы мысалға. Мына екеуінің осы код бойынша сұрақтарыңыз бар, мына қалдығы 3 бойынша, while бойынша немесе for бойынша. 0 мен 2 мен беріп көр, шыға ма? 0, 2-ні бергенде шығу керек. Өйткені бұл код барлығына тән. 0 болды. Енді қараңыздар. Мен осы жердегі ше қосу 1 деген тағы бір қадам орында деген екен ғой, сонда. Тағы бір келесі қадамға өт деген сөз. Әйтпесе бір санын қосу. Әйтпесе тең болып қалады да, тең болып бітіп қалады, шығып кетеді. Біз келесі қадамға дейін деп аламыз. Келесі қадамды орындаймыз. Енді қараңыздар, мен мына кодты сәл де болса басқаша қылып жазып көрсетемін. Алдымен for циклын бойынша көрсетейін. Мен алдында былай көрсетке сіздерге айтқан едім. Естеріңізде бар болса, мынау range'де әрдайым, мысалы, егер 2 деп қоятын болсаңыздар, мына жерге 2 деп қоятын болса, мына жерге айталық. Мен былай жазайын. Қалдық жазған жоқпын деп есептейді. Егер мен былай істейтін болсам, онда әрбір 1, мысалы 10 деп жазатын болсам, арасын біреуін тастап жүріп өтіп отыр. Қарап отырсаңыздар, 1, 2, 3 деп. Егер де тура осы мысал бойынша, егер де мен 3 және мысалы 10-ды беретін болсам, онда 3, 5, 7, 9 деп беріп жатыр. 3-тен басталып 2-ге арттырып. Бірақ егер мына жерге мен 3-ті өшерге беретін болсам, мына мысалда менде 3, 6, 9 деп дәл мынандай сияқты келтіріп беріп жатыр. Яғни ол кезде мен бірден басталмай 3, 6, 9 деп. Бірақ кешіріңіздер, бірақ мен егер 1 мен 10 деп баратын болсам, мынандай арасында 3-ті тастайды да, бірақ бізге 3-ке бөлінетін сандар жазып жатқан жоқ. 3-ке бөлінетін сандарды жазу үшін мен міндетті түрде 0-ден бастап 10-ға дейін жазсам, тек қана осы жағдайда ғана 3-ке бөлінетін сандар шығады. Бірақ негізгі алгоритм логика мынандай. Егер сіздер алғашқы 3-ке бөлінетін санды тауып алсаңыздар, яғни ең кіші 3-ке бөлінетін санды тауып алсаңыздар, содан кейінгі сандардың барлығын 3-ке арттыра береді де, біздің мысалы операциямыз, барлығы мысалы 1-ден 10-ға дейін 10 рет тексермейді де, 1-ден аттап 3 мәрте жүріп өтесілер. Мынау бойынша айтып жатқан түсінікті ме? Не жерде не айтып жатқан? Мынау нәрсені, не жердегісін. Яғни мен 3 деген сөз 3-ке аттайды деген сөз. То есть екеуін тастап 3-шісіне аттап отырады деген сөз. Қадамдар саны ғой, 3-ші қадам. Енді 0 тұру керек, Ол үшін 3, 10 деп беруіміз керек па? Ол кезде бермей беру керек болып қалады. Бірақ біздің шартым бойынша біз енді мен сәл де болса математикалық жолмен көрсетіп жатырмын, математикалық более оптимальный жолмен да. Сол үшін сіздерге ең кіші 3-ке еселі санды табу керексіздер. Осы аралықтағы. Ол үшін қайтесіздер? Ол үшін сіздер бүйтесіздер. Аға қосамыз ба тағы да 2-ні ма, 3-ті ма? Ең оңай жолы, ең дұрыс жолы, мен сіздерге математика жолымен былай істеймін. Мысалы, бізге 1 болатын болса, осының келесі 3-ке бөлінетін сан қосу 2 тең 3. То есть, мен былай көрсетейін, не жерге, мысалы айтайық, мына жерін көрсетсем, шатасып кетесіздер. Сол үшін не жермен қараңыздар, не жердің өзіне мен алғашқы аның өзінің формуласымен былай жазамын. Не жерге бүйтіп жазып көрсетейін. Аны қосамын 3-ке. Қосамын 3-ке болғанда, қосамын 2-ге деп алайық. Қосамын 2-ге. Осыны
бөлемін 3-ке, енді сәл былай түрлендіріп кеттім, бөлемін 3-ке, сөйтемін де көбейтемін қайтадан 3-ке. Сіздер қазір енді бір нәрсені түсінбей қалуы мүмкінсіздер, мен ана былай көрсетейін, қадам бойынша көрсетейін. Мысалы айтайық, менің А деген мәнім бір 11-ші сан деп айтайық. Мысалы бізге қазір мына 12 10 мен 21-дің арасын деп айтайық. Осы есепті бойынша бірінші алғашқы 12-ні тауып алу керек. Осы аралықтағы мен ең минимумды тауып алу керек, 3-ке еселісін. Осы бойынша мен А деген 10-ға тең деп жазып қойын. А деген кезде 10-ға тең. Енді осыны бүйтем. Формула бойынша А қосылған 2 дейм. Не үшін 2? Себебі 3, егер 3 деген санға бөлінетін болса, 3 минус 1 дегенді алу керекпін. Мына жерге 3 минус 1 дегенді алу керекпін. То есть 3-ке еселі. Егер 5-ке еселі сандар дейтін болса, онда мен 5 минус 1-ді алу керекпін мына жерде. То есть 3 минус 1 деген сөз 3-ке дейінгі 1 минус санды, кем санды алу керек деген сөз. Сөйтемін де, яғни былайша айтқан кезде қосу 2 деген сөз ғой. Осыны бөлемін 2-ге. Енді мен өшерге дейін бір көрсетейін. 12, яғни бізге 12. Сөйтемін де А қосылған 2 және осыны қалдыққа бөлу 3 деймін. Қалдыққа біз кәдімгі бөлу 3 деймін. Сол кезде 4-ті береді. Кейін мына жерден кейін барып көбейту 3 деймін. Енді сіздер мынандай сұрақ болуы мүмкін да. Неге мен 3-ке бөліп, 3-ке көбейтіп жатырмын? Екеуі бірдей нәрсе емес па деген. Ондай осындай сұрақ болуы мүмкін да. Қазіргі өшерге дейін бір түсіндірейін. Мысалы 12 деген тұр ғой, 12 деген. 12-ні деген сөз біздің алғашқы 3-ке бөлінетін санымыз. Осы аралықтағы, яғни 10 мен 21-дің арасындағы деген сөз. Яғни 10-нан кейінгі, оның өзі 3-ке бөлінбейді деген сөз. Мысалы айтайық, егер де мына жерде мен А-ның мәні 10 емес, айталық А-ның мәнін өзі 9 болсын. 9-ның өзі болсын да. Мысалы 9 біз білеміз ғой 3-ке еселі екен. Егер де мен А қосылған 2 қылатын болсам, бұл бізге 11. Ал 11-ді мен бәрібір 3-ке былай бөлсем, ол 3-тің өзін беріп жатыр. Мысалы сіз 9-ның өзін былай 3-ке бөлсеңіз де 3 болады. 11-ді бөлсеңіз де 3-тің өзін шығады. Түсініп отырсыздар ма? Бұл жерде мен енді сәл күрделендіріп жатырмын, бірақ сіздер түсінсін деп жатырмын. Мынаның басқаша жолы, мына жерде жай ғана алғашқысы мәнін мен бөлусем. Мына жерде мысалы А қосу 2 деген 11 береді, 11-ді 3-ке бөлсе бәрібір. Сөйтемін да осы 3-ке көбейтемін 4, сонда 4 деппін көбейту 3 болатын болса, онда мына формула бойынша менде ең алғашқы бәрібір А-ның өзін шығарып беріп отыр. Сонда мен не жерде мен сіздерге түсіндіргім келіп жатқаны, егер де мен x деген мәнін тапқым келетін болса, алғашқысы мәні, алғашқы 3-ке бөлінетін сан деп айтатын болсам, онда не жерге мынау деймін да, мына формуламен. Сөйтемін да, не жерге x-тен бастаймын деймін да, 3-ке еселі деп былай жазсам болады. Мысалы, 1 мен 10-ның арасында деген болсам, 3, 6, 9 шықты. Мына жерде 10 мен 21 деп алатын болсам, міне 12, 15, 8, 21. Мынаны түсінікті ме мына жерде? Значит, бұл жерде шартсыз жұмыс деген кезде осылай істеуге болады. Және бұл оптимальны болып саналады. Не үшін оптимальны? Біз әрбір, мысалы қараңыздар, сіздерде 1000 или мысалы мына жерде 1000 қадам бар деп айтайық. 1-ден 1000-ға дейін деген сан бар деп айтайық. Сіз сол кезде 1000 операция жұмыс істейсіздер. Әрқайсысын тексеріп отыру керек болады. Мысалы 1-ге 1000-ға деген сияқты тексеріп, яғни 1000 операция жұмыс істеу керек болады. Біріншісін тексереді, бөліне ма, жоқ тексермей, екіншісін тексереді, ол бөліне, 3-ке тексереді, 3 бөліне шығарып. Былайша айтқан кезде 1000 қадам жасалу керек. Ал мына жағдайда біз әрбір 3 қадамға секіріп отқаннан кейін 3 есе қысқарттық. Жарайды, енді 3 деген аз ғой енді. Ал егер де мысалы сіздерге 300 деген сан болатын болса, 300 деген сан. Тура осы секілді формула болады. Айталық, енді мен осыны сәл күрделендіретін болсам, онда мына жерге 300 дегенде мен қандай санды беремін? Онда 299 деймін да. Сөйтемін да мына жерге 300-ге бөлем, және 300-ге көбейтем дей саламын. Сөйтемін да мына жерге әрбір қадамды 300 деп қадаммен жүре саламын. Мысалы қараңыздар. Енді мен енді сіздерге де түсінікті болу үшін мен басқаша сан алайын. Мысалы мынандай сандар алайын да. Так, бізге осы санмен 1000
мынандай сан арасында 300-ге бөлінетін сан. Міне 300, 609. Былайша қарағанда 3-ақ қадам жасадым. Осы сан аралықта 3-ақ қадам. Ал егер есептейтін болсаңыздар, сіздер жалпы мына 1-1-1-ден бастап 1011-ге дейін қадамды есептейтін болсаңыздар, бір минус, міне мысалы 1000 қадам жасар едіңіздер. А мен 3-ақ қадаммен шығара салдым. Әйтпесе сіздер егер осылай жазбасаңыздар, сіздер примерно былай жазар едіңіздер. Егер мына осы жолмен жазбасаңыздар, онда сіздер не оптимальный код, енді не жерге жазылайын көрсеткен. Онда сіздер for in range, мысалы бір адам бастап b-ға дейін қосу 1, if I бөлінген 300 тең 0 болса деп үстіп жазар едіңіздер. Мынау түсінікті ма? Негізі үстіп жазар едіңіздер. Ал мынау деген сөз әрбір бір қадам сайын жүреді. 1, 2, 3. Бірден 300-ге секіріп отырады. Бұл енді более-менее олимпиадалық ойлау қабілет, мен сіздерге соны да көрсеткім келіп жатқан. Қазір енді 1 минуттан аз уақыт қалды. While-ға да соны көрсетем. Осы жерге дейін түсінікті ма негізі? Иә, түсінікті. Мына жерде әсіресе мына формуланы. Иә, түсінікті. Мына жерде мысалы while-да ше жоғарыда print-пен мына қадам санын орын ауыстырса ешнәрсе қылмайтын дейді, мына жер мен мына жер. Ана бірінші жазып print соңына жазсақ. Ол әрдайым бірге арттырылып кетеді жатады. Ол кезде сіздің алғашқы мәніңіз бірден бірге арттырылып кетеді. Енді мына жердегі мынау сұрақ бойынша, мысалы бағана сұрақ, егер аның алғашқысы жазылса қалай болады деген сұрақ болды. Оны түсіндіре салайын. Олай істеу негізі, олай істейтін болса, онда бастапқысын -1 деп алу керек болады. Мысалы осылай жазылса, әрине ол қате емес, бірақ мына жағдайды ескеру керек. Мысалы айтайық, бізде әрине бұл егерде бірден 10-ға дейін дейсін болсақ, ол дұрыс жазып жатыр. В принципе, дұрыс орындалып жатқандай көрінеді. 1-10. Мысалы 1-10 алатын болсақ, дұрыс шығып жатыр 3-6-9. Сол секілді, мен егер 2, яғни 2-ден бастап 10-ға дейін деп айтсам да, ол дұрыс орындалады 3-6-9. Бірақ енді қараңыздар. Мынау жағдайда, яғни бағанағы жағдай, алдауы. Егер де мен 3-10-ға дейін дейтін болсам, яғни бірінші саны менгі 3, ол 3-ке бөлінетін сан болса, мына жағдайда бірінші 1-ге арттырылып кетеді да, сөйтіп барып тексеріледі. Сонда бұл жағдайда менде жұмыс істелінбей қалады, яғни 3-тің өзі алынбай қалады деген сөз. Сол үшін осы жағдайда бірінші арттыруды қойып жатсаңыздар, онда аның мәнін алғашқы -1 деп алу керек болады, кемітіп. Себебі мына жерде негізгі 3-ке бөлінетін санды тастап кеттік. Бағана осындай сұрақ болды да, мына жерге қойған кезде қалай болар еді деген сияқты. Мен соған жауап беріп жатырмын. Түсінікті ме? Не үшін осылай істеген кезде дұрыс болмай қалуы мүмкін. Ол үшін көп жағдайда осылай соңынан беру керек. Енді қараңыздар, осы while кезде тура осындай секілді жұмыс істеуге болады. Мысалы айтайық, мен 3-ке бөлінетін болса, мен қосу 1 демей, әрдайым қосу 3-ке деп арттырып отырсам болады. Былай да, міне. Сол кезде, қараңыздар, енді қызықты қараңыздар. Егер де осылай 3-ке арттырып отыратын болсам, онда менде мынау аралықта ешқандай сан болмай қалуы мүмкін. То есть нәтиже, мысалы, қараңыздар, егер мен 3 пен 10-ның арасын беретін болсам, бізде 3-6-9 ойбай шексіздікке кетіп қалды, себебі мына жерде арттырылып кетті. Өйткені менде қазір шексіздік кетіп барады, мынау шартым қосу 1 деген аралық орындалған жоқ. Себебі қосу 1 дегенім бұл бізде бір-ақ мәрте қадамға арттырады. Мен a + 3 дедім, яғни 3-ке арттыру керек болып кетті. Сол үшін, өшіре салайын да, егер осындай секілді жұмыс істейтін болсаңыздар, онда тең емес демей, онда үлкен деп алу керексіздер. Яғни аның мәні үлкен болғанша дейді. Мысалы, 1 мен 10-ды алатын болсам, не жерге енді ешқандай мән берген жоқ. Бірақ мен егерде 3 пен 10-ды беретін болсам, онда бізге 3 пен 10 қосу шықпай қалды. В принципе, мүмкін былайша.
осылай және бөлкен болғанша немесе тең болғанша жұмыс істеле береді деген сөз. Тең деген мына жағына. Мысалы, мынау жағдайда алатын болсам, ешқандай нәтиже берген жоқ. Бірақ мына жағдайда алатын беретін болсам, 3-тен 10-ды беретін болсам, онда 3, 6, 9 деп берді. Мен осы жерде бір тағы түсіндіруге қалайын, неге былай шығып кетті. Мысалы, 1 мен 10-ды беретін болсам, ешқандай нәтиже бермейді. Бірақ 3 пен 10-ды беретін болсам, бізге дұрыс жауап берді. Яғни, бұл дегенім сөз, мына код тек қана 3-ке бөлінетін саннан басталатын болса, біздің кодымыз дұрыс болады. Себебі алғашқы мәні әрдайым бірінші мән 3-ке бөлінеді да, одан кейін 3-ке арттырылып отыр. Сол үшін біздің кодымыз дұрыс орындалу үшін тура осындай жағдайда істейтін болсаңыздар, яғни қадамды 3-ке арттырып отыратын болсаңыздар, дәл мына жердегі формула сияқты жасасаңыздар болады. Яғни осылай істеп, x дегенім мынау енді 3-ке емес, 2 және 3 және 3. Яғни алғашқы 3-ке бөлінетін санды табу алу керек осы аралықтағы. X деп аламын да, сөйтемін да, x деймін. Одан кейін мына жерде маған принципе мынау if керек емес те, одан кейін мына жерге бірден x-тің өзін жаза берсем болады. Бірақ мына жерде x қосу 3 деп міндетті түрде жазу керек болады. Бұл дегенім сөз, қазір қараңыздар. Мысалы, 1 мен 10-ды алатын болсам 3, 6, 9. Мысалы, басқа сандарда 3, 10-ды алатын болсам да 3, 6, 9. Немесе 10, 0 мен 2-ні беретін болсам ешқандай сан бермейді, яғни 0 деген сан береді. 10 мен 21-ді алатын болсам, 21 деген сан қоса кіру керек. Міне барлығы шықты. Бұл алғашқы мәнін тауып алдым да, қосу 3 деп қадам арттым. Тура сол секілді, егер 1000 операция жасамай, мысалы, 300-ге бөлінетін сандар табу керек болатын болса, онда мына жерге 299, мына жерге 300 деп алып, мына жерге 300 деп алсаңыз, алғашқы бөлінетін сан табасыздар да, сөйтесіздер, әрбір 300 қадамға секіріп отырасыздар. Яғни, бұл дегеніміз бізге мысалы 1-1-1 және 1-1-1-1. Мысалы, осы сандарда бізге 300-ге бөлінетін сан ол 300, 600, 900 деген тез операциямыз орындалды. Сондағысы негізгі айырмашылық алғашқы мәнін табу керек. Түсінікті ме? Формула қоюыңыз керек, иә? Сол кезде, Сіздер уже бұндай сияқты есеп шығарған кезде, негізі мысалы, енді қазір сіздер енді үйреніп жатсыздар ғой, бірақ негізі эффективный код деген нәрсе болады да. Эффективный код дегеніміз ол операциялар, яғни әрбір қадам, қадамдарыңыз аз болу керек. Мысалы, сіздер осы жерден айталық, мысалы, екі қаланың арасында, мысалы, Астана мен Алматының арасында, мысалы, 1000 километр болатын болса, сізде түрлі құралдар болатын болса, мысалы, самолетпен әрбір 300 километр сайын аттайтын болсаңыздар, самолетпен барған ыңғайлысы. А егер де сіз жаяу баратын болсаңыздар, онда әрбір 1 километр сайын болатын, онда 1000 километр жүру керек болып қалады. Сондай сияқты, то есть сізге оптимальный код, эффективный код табу керек. Эффективный код деген сөз аз қадаммен нәтижеге жету керек. Түсінікті ғой? Енді бұл біз сәл тереңдетіп жатырмыз енді өйткені біздің 4-ші тапсырмамыз дәл осы секілді болады. Сонда енді қараңыздар. Бұл жерде А мен Б сандар арасындағы с-ға еселі сандарды шығар. Енді біз бағана 3-ке еселі деп айттық қой. Енді бұл жағдайда бізге сол сандардың өзін жазамыз. Мысалы, 3-ке еселі болса, мына жерге с-ға еселі деген. Енді мына жерге кодтың өзінде жазатын болатын болсам, өшіре жазып. Бізге осы жағдайда бізге ABC деген сан беріледі. Мынау бізге көрсете берейін. Мына жерге айталық AB, яғни А және Б қосу 1. Бұл жерде 3-ке еселі дегеніміз бізге міне I, яғни if I бөлінген қанша? С-ға, яғни с-ға бөлген кезде деген сөз, с-ға бөлген кезде тең 0 болса. Бағана былай айтқан кезде с-ның орнына 3 болып тұрған еді ғой, осы жерде 3 болып тұрған еді. Осы жерде с болған кезде бізге осының нәтижесін баспаға шығару керек, және осылардың қосындысын табу керек. Яғни бізге қосындысын табу деген сөз бір жерге сақтап отыратын бір айнымал керек. Яғни бізге S деген немесе сумма деген S деген алғашқы мән 0. Бізге баспаға шығарамыз.
яғни бірінші мына қосамыз, s дегенге қосу тең айды бөлінетін сан болса, және осы жерде s-тің мәнін, яғни айдың мәнін шығарып отыру. Соңынан print s-тің мәнін шығару. Бірақ мына жерде бәрі бір жолға кетіп қалады. Бірақ сонда да көрсетейін. Мысалы, бірінші тест бойынша. Бірден бастап 10-ға дейін 10-ды қоса алғанша бірге еселі, яғни әрбір шақпен жүреді дейтін болса, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 осы сандардың барлығын тізіп шығарды. Және 55 деген міне не жерге шықты. Сол үшін 55-ті астына төмен түсіру үшін немесе сіздер, немесе былай жазсаңыздар болады, яғни былай. New line деген сөз бар, мынаны slash және n деген бар. Бұл жерде жаңа линияға түсіреді. Тура мысалы, осы мысалы жаңа линияға түсіреді. Мына жерге 55 кішкене пробелмен қойып не жерге. Немесе, егер бұндай жазбай білмейтін болсаңыздар, жай ғана алдына бір принт, бос принт қалдырасаңыздар. Себебі мынау жолдан астыға қарай түсіріп жібереді деген сөз ғой. Сонда мынандай істейтін болсаңыздар, былай 1, 2, 3, 4, 10 және 55 деп астына түсіп кетеді деген сөз. Мынау түсінікті шығар, не үшін жазып әйтпесе, егер мынаны жазбайтын болсам, end line деген сөз жолды жалғастырады деген сөз. Осы жолды жалғастырып, мына жердегі шыққан мәнді артынан жалғастырып жібереді. Ал мынау жағдайда сол жолды тоқтатып, келесі қадарға түсіріп жібереді деген сөз, келесі жолға. Бұл енді бізде мына бірінші тест бойынша. Енді екінші тест қараңыздар. Бізде айтады, бірден бастап 10-ның арасында тек 4-ке еселі сандарды шығар және олардың қосындысын тап. Қарап отырсаңыздар, 4 және 8 осы сан аралығында 4 және 8 кездеседі, яғни 4-ке еселі. Екеуінің қосындысы ол 12. Тура осы формула, осы код екеуіне де жүрді. Сол секілді, мынау тест қараңыздар, 13, 21, 20 деп айтайық. Бұл дегеннің сөз, егерде мен 13-тен бастап 21-ге дейін сан аралығында тек қана 20-ға бөлінетін санды шығар және оның қосындысын тап дейтін болса, әрине бұл аралықта тек қана қосындысы өзі ғана, 20-ның өзі ғана шығады. Өйткені бұл жерде осы аралықта тек қана 20 ғана бар. Және осы жерде қосындысы, яғни 0 қосу 20, ол қайтадан 20-ның өзі. Міне тесттің өзі дұрыс шықты. Осы жерге дейін сұрақ бар ма осы? Мынаған бойынша қалай жазғаным, қалай не істегенім? Жоқ. Жақсы. Енді while'ды да дәл осылай, осы секілді, мен алдымен while'ды көрсете салайын, одан кейін бағана біздің жаңадан бір өткен формула бойынша шығарсақ та болады. Яғни бізге мынау керек емес. While'да дәл осы секілді мынау код тура солай жүреді. А бөлінген тең Б, бірақ мына жерде сіздер мынаны білу керексіздер. Мына тең емес, мына қосу деген. Қосу не ол, с деп алсаңыздар да болады. Қосу с-ға дейін, яғни осыны арттырғанша, және осы жерден бастап тексересіздер. If бізде не бар? А-ның мәні бөлу 3-ке тең-тең, 3-ке деп с-ға тең-тең 0 болса, онда print А-ның мәнін өзін шығар, яғни бір жолға шығарып, және соңында не жерге қосындыларын шығарып отыратын s деген бәрі мән бар. Осы жерге мәнін қосып отыр, яғни s тең А-ның мәні. Соңында осыдан кейін бәрі біткеннен кейін s-тің мәнін шығарды. Бірақ мына s деген қайтадан бір жолға жазылып кетеді, былай көрсете салайын. Мысалы, мен мына тестпен алайын, бірден 1, 10 деген сөз. Міне бұл ештеңе жазған жоқ, себебі шексіздікке кетіп қалды. Шексіздікке кетіп қалды, себебі А-ның мәні кіші Б-дан болғанша, с-ның мәнін артық осы. Бұл жерде шексіздікке кетіп қалған себебі, өйткені бізде А-ның мәнін арттырып жатқан жоқ біз. Міне осы нәрсе. While'да көп жағдайда осындай қателік болып қалады. Бізге әрдайым, әйтпесе мынау арттырылмаса, ол әрдайым А-ның мәні өзгермеген, қайта-қайта тексере береді. Сол үшін бізге мына мәнді керек болады. Шексіздікке кетпес үшін. Яғни бірінші мысалды тест қарайтын 1, 10 және 1-ді қарайтын болсаңыздар, міне 55 деген. Екінші мысал 1, 10 және 4-ті беретін болсам, онда 4, 8 екеуін жазды, 12-ні 12 деген қосындысы және мына жерге мәнді жазды. S-тің мәнін шығарып кетті.
24 20 bu жерде 24 деп шыққан себебі қазір былай көрсетілген бірінші бұл жерде мүмкін болса -1 деп алу керек сияқты. Себебі s-тің мәні осы 1-дің мәні. Міне, в принципе, бізге 12 деген асып кетті. Мына жерге менің шартымның өзі де сәл қате болды. Яғни a плюс b-ны кішірі болғанша, осылай қосу 1 ғой. Жай 1 демейміз бе? Қосу 1 деп. Міне осылай дұрыс шықты, міне қарап отырсаңыздар. Бұл жердегі негізгі айырмашылық while'да, в принципе, уже while'мен салыстыра отырып түсіндіріп жатырмын. Сол үшін қатта бір үлкен айырмашылық жоқ алдыңғы кодтармен. Тек қана код while'дың циклын көрсетесіздер және аның өзімен жұмыс істей бересіздер. Бастысы мынау қадамды ұмытпау керек. Бұл жерде қадам n қанша аралық болса, сонша рет қадам жүреді. Мына жерде де сондай еді. Мысалы, 1-ден 100-ге дейін болатын болса, 100-дің бәрі қадамның бәрін жүріп өтеді. Мына жерде де сол, мына жерде де сол. Енді осы секілді бағанағы біздің формула бойынша қалай қорытып шығарып, және оптимально, яғни қадамдарды тезірек шығаруға болады. Ол үшін, енді мен бірінші for циклға келейін. Мынау түсінікті ғой, мына жерге дейін. Мына екеуінде а мен бұны. То есть а мен while мен for циклді екеуін салыстыра отырып көрсетеді. Енді біздің оптимальный кодқа келейік. Оптимальный код деген әрбір қадам секіріп отыру үшін. Ол жерде, мысалы айтайық, бізде оптимальный табу үшін бізге с деген мән берілген. Яғни осыны оңай табамыз. X деген мәніміз бар, бізде алғашқы мән табу керек. Ол деген сөз a қосылған қанша? Біз өйткені берілген мән, кез келген мәнді бөлеміз, с-ға бөлу керекпіз. Сол үшін s-1 деген мәнге, яғни s-1-ге, бұл деген сөз, жақшан ішіне қойсаңыз, ондай армашылық жақша. Бұл деген сөз, мысалы қараңыздар, 3 болатын болса, онда мына жерге біз бағана 2-ні қойған едік. Яғни 3-1, 2. Егер 4 деген мән болатын болса, онда мына жерге қосу 3 деп қою керек. Бірақ енді біз формуланы қорытып шығару керекпіз ғой. Сол үшін кез келген жағдайда деген болатын болса, онда мына бір формуламен басталады. Яғни a қосамыз с-ны, одан алып тастаймыз -1-ді. Сөйтеміз де осыны бөлеміз с-ға, қайтадан көбейтеміз с-ға деген сөз. Сөйтеміз де мынау алғашқы x-тен x плюс 1-ға дейін және қосылған с-ны аралығын барлығын жазып беріп отырамыз. Міне осылай. S-тің мәні. Сол кезде қараңыздар. Егер де мен формула осылармен шығаратын болсам 4, 8, бірақ қосындысында қосындысын ұмытып кеттім. С қосылу тең I дегенді. Өйткені бізге с-ның мәні керек. Мысалы, осы аралық болса 12 береді. Мына жағдайда мысалы, мынау формула бойынша мынаны берсек, мынаны береді, 55-ті береді. Сол секілді 13, 21 және 20-ны беретін болса. Енді мына кодтың бір жақсы жері сіздің қадамдарыңыз тез жұмыс істейді. Яғни кодыңыз өте көп тез жұмыс істейді. Мысалы айтайық. Енді мен үлкен сан алайын. Мынандай сандардан бастап, мынандай сандар аралыққа дейін, мынандай санға бөліну керетін сандарды жазып шық. Ол кезде, ойбай, мен кодты жібермеппін. Мысалы, мынандай үлкен бір сандар берейік. Яғни мынаудан бастап, мынау аралыққа тек қана мынаған бөлінетін сандар бәрін жазып шық дейтін болса, ол кезде мына формуламен ол тез жұмыс істейді. Енді не жерге бәрі осы аралықта көптеген сандар бар, соның бәрін жазып шығарады. Бірақ негізі шын мәнінде осы сан аралықта осы енді мен үлкен сандар жазып жібердім. Бірақ негізі мынау алдыңғы алгоритмге қараған кезде жылдамырақ жұмыс істейді. Мен сол үшін үлкенірек бөлінетін санды алайын. Бастысы асып кетпеу керек. Мысалы мынандай. Яғни былайша қарағанда осының арасында примерно бір 3 сан бар, мынау арасында бөлінетін сандар шығару керек. Міне 3 қана мән бар. Яғни мынау сан мен мынау сан аралығында 3 қана сан бар. Ол мынау сан. Әйтпесе бағанағы болған кезде мына жерден бастап мына санға дейін тексеретін болса, өте ұзақ жұмыс істейтін еді, код жұмыс істейтін еді қадамдар. Ал мына жағдайда 3 қадаммен секіріп өте салды. Түсінікті ма?
тура осы секілді осы формуламен while-ға да осылай істей саласыздар. Яғни ABC берген кезде S0 мына жерде осылай бола береді. Сөйтеді да, мына if деген нәрсенің орнына бізге енді алғашқы енді x дегенмен басқа бір айнымалы аламын да, сөйтем x осы x деген сөз мына формуламен шығарамын деген сөз ғой. Осы формуламен шығарамын да x-тің мәнінен бастап x-тің мәніне қосып отырамын. X-тің мәніне қосып отырамын с-ны. Сөйтемін де осыдан тез сумманы шығарады. Егер сол секілді мына формуланы шығаратын болсам, бірден шығарады. Мен print деген нәрсені қалдырып кетіппін. Яғни бізге x-тің мәндерін шығару керек деген. Сол кезде мынандай үлкен сан берсем де мен тез жұмыс істеймін. Мен әдейі үлкен сандарды беріп көрсетіп жатырмын, себебі жылдам екендігін көрсетеді. Түсінікті ме? Ал енді бұл бізде 5-ші мысалды қараңыздар. Бұл енді сәл күрделігі біз д қалдық болатын деген нәрсе бар. Д қалдық болатын деген нәрсе бар. Тіпті мен бүгін файлдармен жұмыс істеуді қалдырайын деп тұрмын. Ол негізі сіздерге бастысы for циклды үйреніп алсаңыздар жақсы. Енді қараңыздар. Және бұл бір нәрсесі қосындысы мен көбейтіндісін табу керек дейді. Ал мен осы жолмен for циклмен көрсетейін. For циклмен көрсету үшін қарап отырсаңыздар, бізге мына жерге тек қана d деген нәрсе пайда болады мына жерде. Және мыналардың бәрін өшіре тұрайын. S-ның мәні және бізге p деген көбейтінділердің мәні. Енді мен 0 деп бере алмаймын. Көбейтіндінің алғашқы мәнін 0 деп бере алмаймын. Суммада 0 деп беру керек болады. Ал көбейтіндіде ол 0 болатын болса, әрдайым айнымалы мәндер барлығы 0-ге айналып кете береді ғой. Сол үшін p-ның көбейтіндісінің ең алғашқы мәні ол 1 болу керек. Мынау түсінікті ме? Не үшін s тең 0, p тең 1 екендігі. P деген ол көбейтіндісі, s деген суммасы. Енді қараңыздар. Бізде, егер мен қарапайым тілде жазатын болсам, мен былай кодта жазу керек еді. If деймін, I деген саныма бөлемін s-ны тең d болса деген. Осы формула түсін, мынау не I деген санға s-ға бөлінген кезде қалдығы d болса, осыны баспаға шығар деген сөз ғой. Яғни, мына жерге I-ды шығар, және n-ді тең деген сөз. Осындай шығар деп тұр ғой. Бұл деген сөз, онда және осы жерде S қосылған тең I-ға, P көбейтілген тең I-ға, және осыдан кейін бізге не шығару керек? Кейін қойып, бізге мынау тест бойынша мынау береміз, өзін мән береміз, көбейтіндісі мен S және P. Яғни қосындысы мен көбейтіндісін шығару керек болады. Мысалы, енді мен осы өзіміздің тест бойынша бере берейін. Яғни бітеді. Бірінші мысал ретінде басынан аша салайыншы. Бізде бірінші тестіміз бойынша бірден бастап 10-ға дейін аралықта 2-ге бөлгенде бір қалдығы шығатын мәндерді бәрін тізіп шығып, олардың суммасын, яғни мынау қосындылардың суммасын және сол шыққан мәндердің көбейтіндісін шығар. Қарап отырғаныңыздай 1, 3, 5, 7 осы сандардың барлығын қосындысы, мына мысалы 1 мен 1-ді қояйық, осылардың қосындысы 25-ке тең, ал мыналардың көбейтіндісі 45-ке тең. Мен қалай сенімдімін, себебі бұл барлығы if-тің ішінде орындалған. Яғни print шықты деген сөз, онда мынау if-тің ішіндегі барлығы орындалады деген сөз. Түсінікті ме? Екінші тестпен қарайтын болсам, екінші тест менде мынау сандар. Бұл жерде бітеді. 23 пен 37 санның арасында 12-ге бөлген кезде 3 қалдық қалатын сандарды шығар, және олардың қосындысы мен көбейтіндісін шығар деген сөз. Сол кезде 23 пен 37-ның арасында тек қана бір ғана жалғыз ғана сан болып тұр, бізде 27. Яғни қазір қарап тексеріп көретін болсаңыздар, 27-ні 12-ге бөлетін болсаңыздар, яғни 24 болады. Ол 24 деген сөз 2-ге бөлінеді, сонда қалдығы 3 болып тұрады 27 деген. Сонда суммасы 27, көбейтіндісі 27. Түсінікті ме? Енді мына үлкендеу санды алайын, мына жердегі. Тағы бір тест ретінде, үшінші тестіміз бізге мынандай сан береді.
9 бен 999-ның арасында 10-ға бөлген кезде 9 қалдық қалатын сандардың бәрін жазып шығып, олардың көбейтіндісі мен қосындысын шығар. Сонда қарап отырсаңыздар, мына жерге міне 540 бірдей болды. Яғни 9-дан 10-ға бөлген кезде 9 бар, 19, 29, яғни осының барлығын тізіп жазып шығарып, осылардың көбейтіндісі мынау, несі қосындысы мынау. Осы жерге дейін түсінікті ме? Иә. В принципе, былай қатты күрделі емес, қайта былай айтқан кезде андай түсініксіздеу, ауыр сияқты болғанмен, жалпы бір нәрсе қайталанып келіп жатыр. Мен әдейі 5 тапсырманы да бір-бірінен мысалы күрделендіріп түсін, бірақ бір-біріне байланысты болу істедім. Ал енді while'ды қараңыздар. While кезде дәл осы секілді болады, басы тура осындай сияқты болады. Яғни p тең 1-ге. Мына формулалар керек емес маған әзірше. S деген бар, және p дегенім бар. Және мына жерге a-ны қоямын. Мына жерге енді бізге бәрібір if керек. Былайша айтқан кезде мынаны көшіріп алатын болсам, мына жерге көшіріп қоятын болсам, принципе орындалу керек, бірақ мен бір нәрсені ұмытпау керек, a-ның қадам 1-ге. Осыны міндетті түрде. Қалған жағдайларда бәрі бірдей. Енді қараңыздар. Мынаны аралықты жазатын болсам, d деген берілмеді дейді. D деп берілмеді. Ойбай, I дегеніміз жоқ па бізде? Я. I дегеніміз жоқ. Бізде I-дің орнына A жүріп жатыр. Өйткені біз A-ны пайдаланып жатырмыз, I дегеніміз жоқ. Міне, тура бағана біздің бірінші мысалдағыдай, яғни бізде бірінші мысал мынандай болды. Тура сол бірінші тесттен бірдей болды. Екінші тестімізде дәл осы секілді. Міне 23 пен 37-ның арасында, while арасында мен 27. Сол секілді үшінші тестімізде бар еді, ол 9-дар еді. Мынада былай, одан кейін былай. Түсінікті ме? Енді мен алғашқы мәні ретінде істеуге болады. Ол үшін сіздер енді мынаны түсіну керексіздер. Тура енді алғашқыларын табу керек, енді сәл күрделірек болады, бірақ қана айырмашылық күрделігі болады. Ол былай. Сондағысы енді міне былай жазамыз ол кезде. Яғни бізде бағана формуланы қорытып шығару үшін, яғни бізде алғашқысын бәрі эффективно шығару үшін деп айтайықшы. Эффективно шығару үшін while'да бір рет көрсетейін, тез көрсетейін. Уақытымызда көбірек кетіп қалып жатыр негізі. Енді формула бойынша эффективный кодты шығарайық. Бізде әрбір қадам сайын секіру үшін d бар, s болу керек. Бұл жерге s деген болу керек, секіріп отырады. Бірақ x-іміздің алғашқысын табу. Біз алдында қалай шығардық? Яғни a қосылған s алынған 1, бұл деген сөз бөлінетін сандар. Яғни осы бөлінетін сандар. Және осыны біз алдымен ең алғашқы бөлінетін санды тауып алу керекпіз. Осы аралықта бөлінетін санды тауып алу керекпіз. Ол біз қалай істедік? Бөлу s-ға, көбейту s-ға. Және соңында жай ғана d-ны қоса алсақ болды. Өйткені бөлінетін сан бар, аны қалдығымыз бар ғой. Яғни сол бөлінетін сан бар және қалдығын шығаратын болсақ, онда ол бізге алғашқы x деген мәнді шығарып береді. Сөйтеміз де осы жерден нені шығарамыз? Яғни бізге s қосылған тең i-ды, p көбейтілген тең i-ды және print i end деп шығару керек болады. Мысалы қараңыздар, енді мынау аралықты қоятын болсам 3, 5, 7, яғни бізде бірінші сан қалып кетті, ол бірінші санды қалып кеткені мен ол үшін істеуім керек. Алғашқы мәнін табу үшін d-ға яғни мен келесі санын алып отырмын. Сонда бізде осы немесе көбейтілген 3 көбейтілген 1-ге. Немесе былай істесек болады.
яғни осының алғашқысын бірге және көбейтеміз алғашқы бірге. Осылай шығатын болады. Мысалы, осылай істейтін болсақ, 3, 5, 7, 9 бәрі осылай болып тұр. Жақсы, ойланайын, оны мен что-то нағыз есімде, мен келесі санмен кетіп қалды. Алу толы. Жақсы алу керек па? Осы секілді формуламен шығарылады негізі. Бірақ менікінде енді қазір нағыз есімде жоқ, бірақ оны қорытып шығару керек, оған сәл уақыт керек. Сол үшін мен біріншісінен емес, екіншісінен бастап, екінші қалдығынан бастап істей салайын. Осы жерде В-ның мәні ешқандай рөл ойнамай ма не сонда? Б-ның мәні бізге ойнап тұрған, ол шегін көрсетіп тұрған, қай шекке бар. Шегін бе? Иә. Бұл жерде түсінікті болу үшін 4 түрлі мән берілетін болса, бірінші мәннен бастап соңғы мәнге дейін аралықтағы с-ға бөлген кездегі д қалдығы болатын формуланы шығар, то есть соны шығар деген сөз ғой. Түсінікті ме? Енді бізде аз ғана уақыт қалды. Мен қаттық while-да да бүйтіп қорытпай шығармай қойын, бірақ негізі осы секілді өздеріңіз қорытып шығарсаңыздар болады. Егер де сіз бұны білмесеңіз, онда принцип мына жолмен істесеңіздер де болады. Бұл бізде 6-шы тапсырма мен 7-ші тапсырманың while мен for-ға арналған тапсырмаларын шығару түсінікті. Түсіндіріп көрсеттім. Енді мен аз ғана уақытымызды тезірек көрсетейін. Өйткені бізде 10 минут, 8 минут қана қалды. Файлдармен жұмыс. Файлдармен жұмыс деген кезде мен көп жағдайда 4 нәрсені ескеру керек деп айтамын. Файлдармен жұмыс деген кезде. Біз енді түсінеміз ғой, мысалы. Енді мен қарапайым мысалда көремін. Input. Бірінші жомен шығарам. Print, осы жерге S, осыны 2 рет шығару керек болады дейді. Мысалы, мен егер осылай істейтін болсам, мысалы мен сәлем дейтін болсам, не жерге сәлем деп осылай 2 рет шығарады. Егер мысалы мен сәлем пробел шығаратын болсам, онда сәлем пробел деп осылай шығару керек. Енді осының секілді біз файлдан оқып, файлға жазу керек болсын. Ол кезде мына жерде былай істеу керек болады. Тура осы мысал 2 ғана, бірақ сіздер мына жерде бүйту керексіздер. Файлмен оқыған кезде міндетті түрде файл ашылу керек, файл жабылу керек. Және екінші нәрсе бар, 2 түрлі файл болатын болса, файл 1, файл 2 деп ашылады. Мен көп жағдайда F1 деп алам, ол F1 менде әрдайым оқылатын файл, ол open деп басталады. Яғни open, мысалы көп жағдайда txt файл болады, мысалы. Txt файл, болмаса басқа. Мен көп жағдайда input txt деп айтылады, олимпиадаларда болсын, немесе in деп алады кейде, немесе a есебі дейді, in деп жазады, немесе txt деп айтады. Жалпы айтпағым, бұл жерде ашылатын файл кез келген форматта. Бірақ ол жерде ол формат болу керек. Енді мен txt деп жазайын мысалы. Екінші нәрсе, мен тағы да ашып алам, бұл open деп екінші файлын, жазатын файлымды ашып алам. Жазатын файл менде output болсын, output txt немесе result. Бірақ қараңыздар, екеуінің айырмашылығы, екеуі бір дейді, бірақ мен екеуін ажыратып алу керекпін. Себебі егер open өзі по умолчанию деп айтайыншы, по умолчанию как тек қана оқылатын файл деп түсінеді. Бізге жазылатын файл керек. Сол үшін егер оқылатын файл болса, мына жерге R деп жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады. Ол оқылатын болса. Бірақ егер де жазылу керек болатын болса, енді бұл жазбасаңыздар да болады. Жазылу міндетті болу үшін жазылатын болса, онда WV деп жазасыз. WV деген сөз write деген сөзден шыққан, яғни жазылу деген сөз. Сөйтесізде осы ашылған файлдарда міндетті түрде жабуды жабу керек. Әйтпесе нәтиже шықпай қалады. Былайша айтқанда файл ашылып қала береді деген сөз. Яғни close және F2 close. Сіздер ашылған файл міндетті түрде жабылу керек. Бірақ біз әлде болса файлды аштық, жаптық, бірақ ол файлдан оқыған жоқпыз. Ол файлдан оқу үшін егер жолмен оқу керек болатын болса, жолмен, онда F1, яғни F1-ден оқимыз read line. Read line деген сөз жол бойынша оқиды. Сөйтеміз де, print деген нәрсе, ол тек қана консольмен жұмыс істейміз. Input, print консольда. Консоль дегеніміз мына жерде. Ал бізде файлдармен дейтін болса, ол print бізге мүлдем қажет жоқ. Сол үшін шыққан мәнді, яғни S деген мәнге айналдырдық. Осы мәнді файлға жазу үшін, онда біз қай файлға? F2 деген файлға
write дейміз де, өйткені write деген уже көрсетіп қойдық, write дейміз де, осы жерге s-тің өзін жазсақ болады, немесе астыңғы жолға, яғни екінші қатарға write осы s көбейтілген 2 деп жазсақ болады. Енді болды, осы ғана. То есть 4 нәрсе дегенім. Бірінші нәрсе f файлдар ашылу болу керек. Екінші нәрсе ол ашылу болғаннан кейін біреуінде жазылу керек болатын болса, міндетті түрде мынау режимін көрсету керексіздер. Яғни W деген дейміз. Ол екінші нәрсе. Үшінші нәрсе, мына жерде олардың ашылған файлдар жабылу керек. Ол міндетті түрде жабылу керек. Өйткені ашылды ма жабылу керек. Төртінші нәрсе, егер write деп жазатын болсаңыздар, мынау write міндетті түрде string жолда болу керек. Мен мына жағдай string көрсеткен жоқпын, себебі мынаның өзі автомат түрде жол бойынша оқыды. Сол үшін мына жерде қате болмайды. Егер сіздер integer деп алатын болсаңыздар, мына жерде қате береді. Бірінші қате емес жағдайды көрсетейін. Ол үшін мен файл бар екендігіне сенімді болайын. Мен мысалы input txt деген файл сенімді болайын. Енді менде бар, мысалы мен бітейін, ол үшін a деп ала берейінші, өзімде қызық болсын. 8-ші сабақ деген менде txt болсын да, 8-ші сабақ деген бұл болсын, және output болсын 8-ші сабақтың, 8. Мұндай менде файл жоқ. Сол үшін мен осын запустить ететін болсам, бірден шығып, мынандай f файл 1 мүмкін емес, себебі ондай файлымыз бізде жоқ деп тұр. Сол үшін мен input файлды, яғни бізге не жерге қандай оқу керек, файлды міндетті түрде жазу керек, міндетті түрде болу керек біздің қатарда. Тура осы кодым тұрған жерде, яғни менің кодым мынау документы сабақ деген питон мынау документтің ішінде тұр мына жерде. Сол үшін осы жерде ашып, яғни мына документтің ішінде мына жерде тұр. Осы жерге мен бір файлды құрып алу керекпін. Яғни Ctrl new дейсіздер, файл new дейсіздер ма, яғни осы жерде жаңадан құрып алып, тура осы атпен ашып алу керекпін. Мысалы мен мына жерге мамыр деп сабақ ашты, мамыр курсы деп па, мамыр деп жазайын. Мамыр деп жазайын, пробелсіз. Сөйтейінде осыны сақтаған кезде мына жерге міндетті түрде маған керек файлмен жазу керек. Яғни 8 сабақ .txt. Өйткені осы жерден сақтайтын болсам, мына жерде сұрайды. Сіз txt деп жазыпсыз мына жерге. Бірақ сіз Python файлымен жұмыс істеп жатырсыз. Сіз сенімдісіз бе деп сұрап тұр. Әлде Pythonмен қолдану керек па, әлде txt деп па? Иә, сіздерге txt деген файл керек. Сол кезде қарап отырсаңыздар, 8 сабақ txt деген файл құрылды. Мен бұны жауып қоя салайын. Енді қараңыздар, мына жерге бағана қате берген еді. Мен тура осыны қайтап жүктеймін. Қарап отырсаңыздар, ашылды, жабылды, ешқандай нәтиже жоқ. Не үшін нәтиже мына жерде көрсеткен жоқ? Себебі біз мына жерде консольда жұмыс істейміз деп жазған жоқпыз. Яғни консольда деген сөз print болу керек, input болу керек. Бұл жерде біз ешқандай нәрсе көрсеткен жоқпыз. Біз бұның барлығын файлмен жұмыс істеп жатырмыз. Яғни мына жерде ал ашылды, 8 деген менде мынандай файл жоқ еді. Ол автомат түрде өзі-ақ құрып берді. Қарап отырсаңыздар, міне output деген ашты. Мен ашатын болсам, міне бүйтеді. S деген файлым бар, мамыр деген құрып берді. Мамыр 2 рет көбейтілді жіберді. 2 рет көбейтілді, себебі астына түсіріп жіберді деген сөз ғой. Өйткені маған бір жолға керек еді, бірақ астына көбейтілді. Ничего. Онда несін. Бұл мамыр деген сөз, негізі менде мамыр деген жанынан жалғау керек, бұл бірден былай айтады. Себебі readline деген сөз мындай несін оқып берді. Жарайды. Енді осы жерге сұрақ бар ма негізі мынау? Түсініп жатырсыз? Мен түсініп жатқан сияқтымыз. Енді келесі нәрсені көрсете салайын. Мысалы, біз 2 түрлі сан бар. 2 түрлі сан файлдан оқып, осылардың қосындысын шығару керек деп айтайық. Мысалы, ол үшін мен былай мысал келтіре салайын. Бізде Ctrl-O, Command-O. Бізде мысалы мынау 8-ші сабақта айталық бізде input деген файлымызда, 8-ші сабақ txt файлымызда осы жерде мысалы мынандай сан және мынандай сан бар, яғни 2 түрлі сан бар. Осы сандарды қосу керек. Так, invalid error дейді. Жерде output емес output па? Т болмай ма? Ол разница жоқ, ол жерде мен өзім мына жерде автомат түрде өзі-ақ құрып береді. Мен енді басқа бір мысалы текст файл ашайын мына жерден.
1 минуттан уазы. Негізі сәл жалғастырып жібереміз, қайтап осы бір 10-15 минут қайтап кірістір ғой, егер өшіп қалса. Қатты созбаймын, өйткені уже керек. Мысалы, мынандай сан және мынандай сан бар. Осыларды қосу керек болады. Енді мен басқа бір мысал ретінде бір а есебі деп а txt деп ала салайын. Use txt. Сонда бізде мынандай файл бар екен. Енді мына жерге мен сол жерден оқимын. A txt және оны енді мен a txt құрдым. A есебі деп a txt, мына жерге a нәтиже деген жаздым. Яғни бұл біздегі шыққан нәтиже. Бұл жерде не істейді? Бізде файл оқиды. Енді бізге суммасын шығару керек. Файлдың оқыған суммасын шығару керек. Ол үшін, егер мысалы мына нәрсені білмесеңіздер, мысалы біз обычно қалай шығаратын едік? Мен басқа бір файлды көрсетейін. Егер біз консольда, яғни input файлда жұмыс істейтін болсақ, біз екі түрлі сан береміз бір жолда. Оны екеуінің суммасын қосу керек. Мысалы AB тең егерге map функциясымен integer input split деп осыны бүйтіп шығаратын едік. Print A қосу B деп консольға шығаратын едік. Мысалы, егер де мысалы екі санды бір жолда берілген санды екі санды қосу керек болатын болса, біз осылай жазатын едік. Консоль деген сөз мына жерге input деген сөз, мысалы 123 бағана сияқты 55 дейтін болсам, онда екеуінің қосындысы 178 деп консольда жұмыс істейтін. Бірақ файлмен жұмыс істеген кезде тура осы секілді болады, бірақ бір-екі ғана айырмашылық бар. Міне көрсетейін енді. Бізде мына бас жағы міндетті түрде осылай басталады, яғни басы осы, соңы осылай біту керек. Ол бірінші нәрсе, бірінші шарттар, ашылуы, жабылуы. Мына жерде айталық, сіздер тура мынаны көшіріп алдыңыздар деп, мысалы осы жерде егер файлмен жұмыс істеуге осылай істеу керек болады. Бірақ мына input деген орнына сіздер қай файлдан оқимыз? F1 файлдан оқимыз. F1 файлдан оқимыз де read line дейміз. Мынау read line деген сөз кәдімгі input-тың қызметін атқарып жатыр деген сөз ғой. Былайша айтқан кезде мына input деген орнына біз F1 read line деп жаздық. Және мына print деген орнына біз консольға шығарамыз, біз консольға емес, біз файлға жазу керек. Файлға жазу үшін F2 write деп жазу керек. Бірақ енді осылай көрсем, F2 write деп, яғни print деген орнына F2 write деп кетіп қалды осылай. Бірақ бұл жерде бір қателік болады, мен ол қателікті көрсетіп өтейін, осы жерде қандай қателік шығатынын. Мысалы, оқыды, қарап отырсаңыздар, F2-де мына жерде былай жазады. Егер қателікті оқитын болсаңыздар, F2-ні нұсқап отыр, қай жерде қателік. Сөйтеді, must be string дейді. Бұл жерде string, яғни жол типі болу керек. Not integer. Бізде мына жердегі мәндер integer мәндер. Сол үшін айтады, сіздерге осы жерде осындай сияқты қате болатын болса, онда файлға жазған кезде міндетті түрде жолмен жазылу керек. Ол деген сөз жай ғана мына жерге конвертация str деп жазсаңыздар болды. Str міне былай жазсаңыздар болды. Сонда ешқандай қатесіз өтті. Бұл жерде файлды ашатын болсаңыздар, бізде a нәтиже есебі деген бар. A нәтиже txt деген, осыны ашсаңыздар 178 деген мән шықты. Түсінікті ме? Сұрақ бар ма? Сонда ана файлға шығарады, консольға немесе 178 деген мәнді. Бірақ тура осыны мысалы сіз консольға да жазғыларыңыз келсе нәтижені, онда жай ғана бүйтесіздер. Файлға да жазу керек, консольға да жазу керек. Мына жерге тиіспейсіздер, яғни F2 деген сөз, бұл біз білеміз. F2 ол консоль неге файлға жазады. Маған тиіспейсіздер, жай ғана сіздер алдымен өздеріңіз білгілеріңіз келіп жатыр, файлда қандай мәндері бар екен. AB деген сөз кәдімгі файлдарды оқыған мәндерді шығарады. Сөйтеді да, осының екеуінің қосындысы A қосылған B дегенді өзіңіз кәдімгі консольға шығара бересіздер. Сонда былай істейтін болсаңыздар, мына жерде 123 мынау файлда оқылған мәндер және 178 екеуінің қосындысының мәндері. Мынау консольға шығарды. Өйткені print деген сөз консольға шығарады деген сөз. Енді біз бір жолмен көрсеттік. Айталық, бізде мынандай болсын. Бір жолдан емес, жолмен оқу керек болсын дейді. Мысалы бізде егер біз естеріңізде бар ғой, мына жерде мысалы ретінде мына жерде көрсек, мынау жолмен шығарады ғой мысалы. Мен айттым мына жерде 120 мынандай үлкен сан және мынандай санды беретін болсам, бұл бір жолдан оқиды да, нәтижені осылай шығарады. Ал егер де
бізге былай істейтін болсашы, мысалы а тең, яғни әрбір жол сайын берілетін болса, онда біз былай істейтін едік алдында. b тең integer, input, мысалы тағы да s да болсын, s тең integer, input деген осылай сияқты болатын болса, мысалы осылардың үшеуінің қосындысы болу керек дейтін болса, қосу b, немесе максимум шығару керек дейтін, максимум шығару керек деп ойлайықшы. Максимус ABC-ді шығару керек болатын болса, біз осылай істейтін едік қой. Жалпы біз өзіміз консольдан береміз. Мысалы мынандай, мынандай, және мысалы мынандай сандар дейді. Осылардың ішінде ең максимум бізде 532 деген сан ғой. Осылай шығаратын едік. Ал файлда, осы файлда жай ғана бүйтесіздер, яғни а нәтиже txt деп қазір өзгертеміз. Мысалы а txt болсын, мысалы b txt деп алса, енді b txt деп. Өйткені b txt деген сөз, b нәтиже, b деген файлымызды құрамыз деген сөз. Control new file, яғни осы жерде кез келген бір сандар бере берейін. Арасында минус таңбаларды берейін. Және сіз мынандайды да түсіндіңіздер, егер де мысалы мына жерде басқа сан, мынандай мейлі мынандай бола берсін, бізде егер осылай үш қатарда оқу керек дейтін болса, тек қана мыналарын оқымайды да, тек қана алғашқы үш қатарын ғана оқиды. Мына жерде маңызды емес қанша не тұрған. Сол үшін мен ID осылай жіберейін. Бұл бізде b.txt деген. b.txt деген бір файл. Я txt-мен қолданамыз. Енді осыны қалай мына жолға келтіреміз? Ол кезде біз map арқылы жаза алмаймыз, mapпен жазбаймыз. Map деген сөз жолмен оқиды, жолда конвертацияны істейді деген сөз. Сол үшін біз мынаны өшіре салып, тіпті мынаны көшіріп алып, мына жерге жазсаңыздар да болады негізі. А input txt, input дегеніміз біз айттық F1-ден оқимыз readline. F1-ден оқимыз readline. F1-ден оқимыз readline. Үйдемізде максимум print деген сөз консольға шығарады, және мына жерге бізге осы тура осы формуланы консольға да және неге де шығару үшін мына жерге міндетті түрде string дегенді ұмытпау керек, өйткені жолмен. Және мына жерге мен өзім үшін қандай мәндері шыққандығын көрсетпекшімін. Сол кезде міне алғашқы үш мәнді оқыды. Хотя біздің файлды егер естеріңізде бар болса, біздің файлда біздің b деген txt файлымызда үш жолдан бөлек астында тағы да бірнеше қатар бар еді. Олар тіпті ондай string емес, integer емес, басқа түр. Сол үшін бізде мынау readline деген сөз қатармен оқиды. Сөйтіп қатармен оқығаннан кейін мына үш қатарды ғана оқыдық, мынау уже керек емес. Сол үшін бізге осы үш қатардағы максимум мәнді шығарып берді. Оны тіпті мен өшерге жаздым, және оның шығатын нәтиже, яғни 354 деген b нәтиже деген txt файлдың ішінде тұр деген сөз. Яғни b нәтижеден қарайтын болсаңыздар, онда бізде 354 деген нәтиже бар. Түсінікті ме? Осы енді файлда, файл не үшін қолданамыз? Анандай консольдың ішінде шығара берсек те болмай ма негізі? Не үшін керек? Енді мен сіздерге былай түсіндірейін. Дәл қазір негізі консольмен жұмыс істей берсеңіздер болады. Бірақ кейде үлкен текст файлдар беріліп қалуы мүмкін. Енді сіздерден мектептерде ондай қолданбайсыздар, бірақ жалпылама өте үлкен тексти файлдармен жұмыс, тексти мәндер беріп алады. Мысалы айтайық, мен егер жазатын болсам, примерно айтайық. Мысалы мынандай бір үлкен санды беретін болсам, бұл да принципе оқуға ыңғайлы, консольда жазуға болады. Егер мысалы мен тағы да бір мынандай сан беретін болсам, онда өте үлкен сан беріп отыр, мынандай. Енді мен сан ретінде көрсетіп жатырмын. Кейде тексти файл болуы мүмкін, мысалы бір кәдімгі текст болуы мүмкін, Абай жолының бірінші беті, бірінші тарауы болуы мүмкін дейді. Мысалы Абай жолында бірінші тарауында қайтқанда деген сөздің несінде қандай сөз көп жиі кездеседі деген сөз бір тапсырма келетін болса, сіз бәрін жазып отырмайсыз ғой былай. Сол үшін сіз оқи салған ыңғайлы ғой. Сол үшін қажет. Көп жағдайда олимпиада сұрақтары, есептері текстиден оқытады әдейі, себебі адам несі ыңғайсыз болғандықтан. Негізгі қолданыс осылай.
әрине мектепте енді біз олай қолданбаймыз ғой. Мен сол үшін сол мақсатта айтып жатырмын. Енді бұл түбінде сіздер олимпиадаға дайындық ретінде жүргендіктен осы нәрсені де білсеңіздер болады. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Басқа. Тағы да бүгінгі сабақтың соңғысында мен өзім мақсатым бойынша қолданумен екілікке және 8-дік 16-лыққа түрлендіру жолдарының дайын функциясылары бар, соларды көрсете салайын дегенім. Негізі ондай қиын емес. Әрине сіздерге мен болды, файлмен біттім. Негізі файлдармен өздеріңіз қарап өтсеңіздер болады. Енді мынандай нәрсе бар. Оны бірден мен консольдің өзінде жұмыс істей берсем де болады. Екілікке бірден аударуға болады. Біз егер естеріңізде болса, мысалы 15 дегеннің екілікке айналдырған кезде bin деп қолдансаңыздар, 15 деген санды бірден екілікке айналдырып береді. Ол мынаны береді, 111 деген сөз. Сол секілді мысалы bin дегенді, мысалы 10 деген санды екілікке айналдырсаңыздар, 10 деген береді. Мынау алғашқы мәндері керек емес, оқымай қойсаңыздар, яғни осыдан кейін. Б деген сөз ол binary деген сөз, бинарлылық деген сөз, екілік деген сөз. Одан кейін 8-дікке түрлендіру деген бар. 8-дікке түрлендіру. Сіздер енді 8-дікке асау үйретпейді. 8-дікке түрлендіру мысалы 15 деген санды түрлендіретін болсаңыздар, онда мына о деген сөз, октава деген сөз нәрсем бар ғой, 8-дік деген сөз, октава деген сөз. Яғни мына 15-ті 8-дікке келтіретін болсаңыздар, октава деген, яғни мына 17 деген мәнді береді 8-дікке. Сол секілді 16-лыққа келтіретін болсаңыздар, хек деген нәрсе бар. 15 деген сөз, ол бізде мынау 11 ғой, бұл деген сөз бізде A, B, C, D, E, F деген мәнді беру керек. Хек деген нәрсе, ол F деген мәнді береді. Әрине кіші әріппен береді. X деген сөз, хек деген сөз. Бұл не үшін ыңғайлы? Егер сіздер мысалы екілікке түрлендіруді білмесеңіздер, енді мен while-мен көрсеттім ғой, естеріңізде бар болса, while-мен былайша былай көрсеткен едім. Мысалы, кез келген бір санды алатын болсам, input деп алатын болсам, екілікке түрлендіру. Онда while n үлкен 0-ден болғанша, және print былай, немесе s деп ала берейінші. S тең, s қосылған тең, str бола берсінде, сөйтемізден n қалдығы 2-ге, және осының бәрін бөледі, n бөледі. Негізі мен бұны алдың сабақты көрсетіп қойған, мен ол үшін жалпы көрсеткім келіп жатқаны мынау s -1 деп мешітте жазған. Сол кезде былай болды, мысалы, бұл жерде мен сақтайтын болсам, өшіп қой. Екілік деген кодымыз. Бұл екілік деген кодымызда мен өзім жазам, соны екілікке түрлендіреді. Мысалы, мен 10-ды беретін болсам, бұл екіліктегісі 10-10-ды береді. Сол секілді қайтадан мысалы басқа бір 15 деген санды беретін болсам, 15 деген санды екілікте 111-ді береді. Мысалы, мен 5 деген санды беретін болсам, ол екілікте 101 деген 101-ді береді. Міне мынаны. Бұл енді while бойынша формуласы. Бірақ енді сіз бұны жазуды білмесеңіздер, екілік бірден керек болатын болса, мынау дайын бір функция бар, bin деген бар. 5 деп жазсаңыздар, ол бірден 101-ді береді. Сол секілді bin деген 15-ді берсеңіздер, міне тура сол мәнді беріп отыр. Яки өздеріңіз жазсаңыздар немесе. Бірақ бізге 0b деген нәрселер керек емес болса, біз білетін еді, мысалы, s деген Қазақстан дейтін болса, Қазақстан деген. Бұл жерде S деген Қазақстан, S деген 2-ден бастап соңына дейін деген дейтін болса, онда бізде Зақыстан деген сөз, яғни A деген алып кетеді. Сол секілді не жерде bin, мынандай істеп, өйткені бұл жерде бізде типі string шығады. Сол үшін осы жерде 2 қос нүкте дейсеңіздер, сізге керекті 101 деген мәннің өзі шығып жатыр. Яғни print мынаны жазсаңыздар, бұл бізге керек мәнін беріп отыр. Яки сіздер былай жазсаңыздар, немесе былай жазсаңыздар болады. Осы 3 нәрсені көрсеттім. Енді керісінше қалай түрлендіреміз? Мысалы, бізде екілік сан бар. Оны біз кәдімгі 10-дыққа келтіру керек. Немесе екілік санды, мысалы, жалпы 8-дікті 10-дыққа келтіру керек. Енді біз білдік, 101 дегеніміз, біздегі 101 деген мәніміз, ол екілікте 5-ті береді, ал 10-дықта ол 5 деген санды береді. То есть
101 деген екіліктен ондыққа аударғанда ол 5 деген санды береді. Біз білеміз, мысалы 101 деген s дегенмен string болу керек. Бұл жерде string болу керек. Бұл екілік деген сөз. Осыны integer деген естеріңізде бар шығар. Integer деген бұл не? Integer егер 101 деп s-ті қоятын болсаңыздар, жолды бірден санға айналдырып беріп отыр. Бірақ бұл сан ол кәдімгі ондықтағы сан. Бізде екіліктен аудару керек. Сол үшін integerдің мынандай бір қосымшасы бар. Integer базасыздар, мына integerді. Integer s-тің мәнін үтір 2-ні қойсаңыздар, бұл деген сөз мынау жолда, яғни s деген мәнді, s деген жолды екіліктен аудар деген сөз. Міне 5 береді. Сол секілді integer міндетті түрде мынандай бір 1 деген бар. Бұл бізде екіліктен аударған кезде бұл бізге 15 деген санды береді. Міне 15. Сол секілді мен мына жерге бағана мынандай мысалдар көрсеттім, жазбаппын ғой. Енді тағы да сол екілікте 10-10дай алатын болсам, бұл екіліктен аударған кезде 10-дықты береді. Жақсы. Біз екіліктен 10-дыққа, 10-дықтан екілікке айналдыруды көрдік. Ал 8-діктен ше? 8-діктен біз айналдыру үшін жай ғана октава деген нәрсе бар. Мысалы 15 деген санды алған кезде біз 17 деген мәнді бердік. Бізге мынау сан керек емес, бізге тек қана мынаның 17-ның өзі ғана керек болатын болса, онда біз мына жерге бағанағы айтқанда 2 қос нүкте деп жазсаңыздар, яғни 17-ның өзі ғана береді. Сол секілді integerдің тура сол функциясымен жұмыс істейді. Мына жерге көрсетесіздер, 17 деп айтасыздар. Бірақ бізге екіліктен аудармаймыз ғой, бұл бізде 8-діктен аудару керек. Сол кезде 17 деген мәнді 8-діктен аударған кезде 15 деген мәнді береді. Сол сияқты бағанағы айтқандай, 15 деген f деген бар ғой, мысалы айтайық. Мен былай істеймін ғой, integer f дегеніміз ол 16-тан аудару керек болса, 16 деген жазсаңыздар болды. Сол кезде мынау f дегеніміз ол 15 деген мәнді береді, 16-тан аударған. Тіпті integerдің мүмкіндігі сол 16-тан да бөлек 17-тен аударса болады, 20-тан, 30-тан, максимально 36-тан аударсаңыздар болады. Мысал қараңыздар. Integer айталық, мынандай бір сан болсын, осыны біз 36-тан аударатын болсақ, онда бізге мынандай сан 10-дыққа айналдырып береді. Түсінікті мұны? Енді сіздер көп жағдайда қолданылатын екіліктен, 8-діктен 16-тан аудару, 10-дыққа және. Осы төртеу ғана. Енді мынау жалпылама қосымша ретінде. Кез келген 35 аудара беретін. Мысалға екіліктен 8-дікке айналдыру болса ше, ондай кезде бұл жерде қалданамаймыз ба? Ол кезде сіздер екі операция істеу керексіздер. Бірінші 10-дықтан қайталап істеу. Мысалы былай ғой. Яғни бір жолын айтатын болсақ, бізге s дегеніміз, бұл бізге s деген n деген, бізде екіліктен 8-дікке айналдыру керек болсын дейді. Бізде екілік дегеніміз, мысалы бізге мынандай бір сан болсын. Мынандай бір екілікте сан болсын. Осыны 8-дікке айналдыру керек. Ол кезде s деген мынандай. Ол кезде міне мынау бізде интеджерге айналдырамыз. Бірінші алдымен интеджерге айналдырып аламыз. Яғни s деген екіліктен аударамыз. Бұл деген сөз, мына деген сөз, екіліктен мынау деген сөз. Және осыны осы 8-дікке айналдыратын болсақ, жай ғана 685 деп жазсаңыздар болады. Сол кезде 585 емес, 685. Сол кезде 1255 дегенді 8-дікке айналдырады. Осыны бір жолда жақшаның ішіне жақша қылып жазсаңыздар болады. Оны былай. Яғни октава жазасыздар, осыны бір жақша қылып, соның ішіне integer деп жазасыздар. Осыдан кейін барып, мынау s деген мәніңізді жазып 2. Сонда бұл не істеді? Ішкі жақшалар бірінші орындалады. Ол деген сөз, мынау integer бірінші екіліктен 10-дыққа айналдырып алады, сол 10-дықты қайталап 8-дікке айналдырады. Және мына жерге бізге мынау керек емес, сол үшін 2-ден бастап ары қарай оқы деп айтамыз. Сол кезде біздегі мынау мәнді мына жерден бірден мынаны аударып береді. Яғни 2 рет операция істемей, бір жолдың ішіне келтірсеңіздер болады. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Жалпы осы сіздерге айтам деген негізгі сабақтарым.
Рахмет. Рахмет. Сонымен 8 сабағымыз да осымен аяқталды. Енді егер ары қарай массивті жалғастырамын десеңіздер өз еркілеріңіз. Біз массивті бұйыртса 1 маусымнан бастап, енді қатты кешке емес, 5-6-лардың көлемінде бастасақ па деп жатырмыз. Себебі көбісі демалыста болуы мүмкін. Сол үшін сіздер негізгі 8 сабақта питонның 0-ден басталған негізгі көп жағдайда қолданылатын функцияларды үйреніңіздер. Массивтер уже сәл күрделірек. Ол келесі сабақ. Сол үшін біз сыйыстыра алмадық. Жазылып қойдым. Болды осы. Енді жалпы не сұрақтарыңыз бар ма? Нені толықтыру керек, нені жетілдіру керек, қай жерге тоқтау керек, нені айтылмай қалды, сол бойынша айтсаңыздар болады. Немесе чатта жазсаңыздар да болады. Сіздердің уақыттарыңызды алмай қойып. Кері қарау керек сияқтымыз өзіміз. Бастысы көп жинай бермеңіздер. Өйткені көп жинай бермеңіздер, көп қарау деген нәрсені жинай бермеңіздер. Ол уақыт келе көбейе береді. Аптасына 2 рет деген сөз ол көп негізі. Сол алдынан сплиттен қалып қойдым, содан әр бір-біріне қоса алмай жүрмін. Бас-аяғы қосылмай қалды. Ол үшін уақытысында қатыссаңыздар мүмкіндігінше. Жоқ дегенде өткізіп алсаңыздар да сол күні көруге тырыссаңыздар, бірден сізде сұрақтар болады, келесі сабаққа дайын отырасыздар. Өйткені мен көп жағдайда бірінші сабақты айтқан кезде үй тапсырмасын берем. По-любому сол алдыңғы үй тапсырмасын қарап отырып, сіздердің сұрақтарыңыз бар болса жауап беруге тырысамын. Ол сабақты көрдім, тапсырмасын орындай алмай қалдым, түсінбей қалдым. Мүмкіндігінше қайта-қайта қарап шығаруға тырысыңыздар. Жақсы, онда қайырлы түн. Рахмет. Түнгі сағат 1 болып жатыр уже. Жақсы демалыңыз. Рахмет көп-көп. Сау болыңыздар. Қайырлы түн. Қайырлы түн.